Хей, бәріне сәлем. Сіздермен бірге мен Айна Бақытбек қызы, эфирде АУ подкаст айта берсін. Бар жанарды жаулаған жайдарман. Ендеше бүгінгі шығарылым университетіміздің жайдарманшыларымен болмақ. Менің жанымда Серікбай Дінмұхамед, Әділет Кәрібай, Бекзат Ұтжанов және биылғы жылғы жайдарманның екінші маусымының жеңімпаз командасы Найзағай Маквиннің әзілкеші Назым Нұрқұл. Назым, Бекзат, Әділет, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырып жайдарман жайлы, бұл тақырып сіздерге таңсық емес, сондықтан да жаңағы еркін ашық болыңыздар деп айтамын. Жайдарман дедік қой, жалпы жайдарманға қалай, қашан келіп жүрсіздер, айта өтсеңіздер. Ең алғашқы рет жайдарманға Әділет айтады дальше. Ең алғашқы рет жайдарманға адресін айтайын. Қазақстан елебес. Ең алғаш жайдарман деген ол. Негізі жайдарманға мектеп кезінен бастап кішкене жайлап аяқ басқанбыз. Университетке келіп, бірінші курс, яғни перваш кезде дейді ғой. Бірінші курста ағаларымыз татты. Біздің айтып кетейік. Айтып өтіңіздер. Ең бірінші айтатын осы біздің Аманжолдың лигасының ең бірінші бізді тартқан кісілер осы жайдарманға. Қолбек Бағдатқали, Қасымбек Дінмұхамед деген кісілер бар. Біз осы жайдарманға ең бірінші осы Астанаға да жіберіп, бізді ең бірінші неғып жүрген. Ең бірінші алғыс айтып кетейік. Төлеген Мұхтар Әділбекұлына бізді 2 жыл қатарынан маусымастарға жіберіп жатқан. Сол рахмет айтамыз. Ең алғаш ойын болды. Төлеген Мұхтар Әділбекұлының қолдауымен қазір айтады ғой. Үлкен залда ғой, біздің 5-ші корпуста. Жатақханалар арасында болды. Жатақханалар арасында Метеорит, Улля-ля өзінің командамыз. Ол кезде бізде жайдарманды до конца қолаймыз деген ой болмаған. Просто так жатақхананың намысы үшін 5-ші жатақхананың деген сияқты сондай оймен шығып кеткенбіз. Ол кезде енді кішкене плагиат әзілдер болды ең алғаш келгеннен кейін. Ол кезде мен ятта болса айтып кетейін, қарсыластарымды қарсылас көрмеген. Не көрдіңіз сонда? Қарсылас көрмеген, бірақ ұтылып қалған ғой. 100% ұтам деп ойлағам. Тәкаппарлық болған ғой бұл жерде. Тәкаппарлық болған шығар. Өзіне көп. Бірақ енді маған бәрі жауып Кеттім мен де. Осы жерде. Бәрі жауып кеткен. Тәкаппарлық болған енді кішкене. Бірақ енді ол кезде өзіміздің күшімізбен жарып салып, халықта мойындайды ғой. Бекзат тоже мойындайды. Иә, мен де мойындаймын. Енді Назым, сенші, бұл сенің алғаш ойнауың е, жаңа жайдарманда? Иә. Жоқ, садик кезінде ғой. Біз негізі общаганың атына шығамыз, ол біз әлі күнге дейін. Спонсор жоқ дейді. Солай общаганың атынан шығамыз негізі. Шығындар деп солай ғана шығып кеттік сосын. Үгіттеуден соң, е? Мен бәрі шындықты айтамын қазір. Шындықтар ашылып жатты негізі. Шындықты айта кетейін, Дана деген қыз болған. Айхат аға. 4-ші курс. Студком содан кейін Айхат деген Метеориттің мүшесі бұларға сценарий жазып берген. Бұлар ең алғашқы команда құрылып кеткен, е. Бір үйдің балалары деп бастап, неліктен Найзағай Маквин болып кетті? Бір үйдің балалары деген банальный болып кетті. Сондықтан, е? Бәрі команданың аты бір үйдің балдары деп. Осы жай ғана атын өзі ерекше болған қаладық. Не үшін Найзағай Маквин? Я мысалы Том и Джерри емес деген сияқты. Иә, мысалы Шрек деген үшін аты сосын жарасады Шрек деген. Неге спорт құсы емес деп? Давайте. Білмеймін. Кім қойды ол атты жалпы? Біздің авторымыз. Дана ма? Жоқ. Біз негізі бір маусым ашарда ғана Дана бізге көмектесті. Ары қарай бізде уже автор бар. Сценарийіміз жазып береді. Досжан аға, ол бізге осы барлығын істеп, атын да ұйымдастырып берген сол. Досжан Дана сені лақтырып кетті. Фамилиясын білмеймін, Алтайда. Иә, журналист сол кісіні білеміз. Сәлем жолдап қояйық деп. Досжан ағаға мың сәлем. Енді Бекзат, сіз жайдарманға қалай келдіңіз? Бізде алғашында перваш болып келген кезімізде Әділет айтып кетті ғой, жатақхананың атынан намысын қорғау керек болды. Біз қарадық, ол кезде әділеттерді былай сыртынан танимыз. 5-ші жатақханадан әділеттер шығып жатыр екен, сендердің қай жерлерің кем деп 3-ші 4-ші курстар қайрады. Сонымен біз басында сценарий жазамағымыз. Сосын Бағдатқали Қолбек ағамыз келіп сценарийін жазып берген болатын. Осы жерде шындық ашық, Қасымбек Дінмұхамед деген кісі Улля-ляға жазған болатын.
Бағытқали плагиаттардың бәрін жазып берген ғой оларға. Соны Бағытқали Құлбек ағамыз бізге жазып берді. Сонымен ақыр соңында біз чемпион болдық қой. Құттықтаймын деп өтіп кетсе. Су Зайсаннан шығады. Yes. Жарнама. Енді екінші маусым болды. Жалпы екінші маусым сіздер үшін қалай өтті? Ең алдымен сіздер бірінші жыл қатар емес, екінші курссыздар, білесіздер дегендей. Назым жеңімпаз болдың, бір әсер болған шығар иә бәрібірде? Иә. Ол Іштарлық болды деп. өте бір сөзбен Қатты айтқанда білінді негізі деп. удар болды ғой бірден. жүрекке нағыз инсульт алдым. Мен микроинсульт алдым. Тағы да қалды. Жарайды, әзіл болдым ба. Біз ең алғаш маусымашар ойындарына келген кезде біз өзіміз командамен айтқанбыз. Болды осы жылы чемпионбыз. Ешкімге орын жоқ. Былтыр біз екінші орын алып қалған кезде Десеңе командасына разминкада ұтылып қалғанбыз. Бірақ енді сәлемдесуде де есе жібердік деп айта алмаймын. Бірақ разминкада ұтылып қалғанбыз. Биылғы жыл маусымға келген кезде менде екі мақсат болды. Бір өзімді кішкене авторлық жағынан дамытамын. Екінші жаңағындай финалда ұтуым керек қалайды деп ше. Содан кейін финалдық ойындарға дейін маусымашар өтті. Маусымашарда жақсы зал қабылдады. Бірақ енді айта кететіндей перваш кездегідей залдың овациясы жоқ, әсері вообще жоқ. Энергия алмаса алмадыңыз иә? Иә, энергия алмаса алмады. Жақсы тез амадымен ортаға. Уже екінші ойындардан бастап бізде резко жаңағыдай жекпе-жек басталып, жекпе-жекте біз ең алғашқы Демал деген командаға түстік. Демал деген команда өте мықты команда болды. Демалып қалды. Бүкіл багажын, почти бүкіл багажбен келген, мықты болып келген. Ол кезде мен тойда болдым. Тойда? Иә. Біздің бірінші ойында фаворит командасымен бірінші жекпе-жекте мен болған жоқ. Сол кезде балалар кішкене сценарийді ойнатып мен жазып кеткен, сценарийді ойната алмай, одан кейін сценарийдан сызылып қалған, редакторлық жұмыстардан өте алмаған. Одан кейін 5-0 ұтылған. Рамазан файлы пысып сөйлеп отыр. Андай музыка оқып жүрерік, енсеки. Одан кейін Найзағай Маккуин деген команда элита командасынан 4-1 есебімен ұтылған. 4-1. Мен мақтап айтамын десем Отпаған. Сосын біз Одан кейін екінші ойындар болды. Екінші ойындарда мен өзім келдім. Содан кейін тоже вариант жоқ болды шыны керек. Уже біз каждый ойынның фавориттерімен түсіп қалдық қой. Мысалы бірінші ойында біз Демалмен түстік. Демал бүкіл багажмен келіп банк залда жырт тастады, бір сөзбен айтқанда. Одан кейін ары қарай болмады. айтсайшы. 5-0 ұтылды. Назым жаңағындай 4-1 ұтылды. Екінші ойында біз Назымдармен түстік бір үйдің балаларына. Ал ол кезде бір үйдің балаларындағы Джони фронтменге айналды. Ең алғы. Джонидің шыққан жаңалық болды. жұлдыз сәт. Жұлдыз сәт. Әр жылда дейтін новый лицолар өтеді ғой сахнаға. Әр жылы перваштар өтеді. Мысалға былтырғы жылы әділеттер жаңарған сахнаны. Ал биыл келді, бұлар ойлады біз фаворитпіз болып біз аламыз деп. Бірақ мына жақтан Джони қаяқтан шыққан білмейміз, короче, Джони ат шықты ғой. Джонидің өзі еркімен шыққан жоқ негізі ол. Қинап шығарды ғой. Халыққа сондай ұнайды ғой негізі. Иә. Кішкене одан кейін біз екінші ойында Назымдармен түстік. Назымдармен түскен кезде короче барын салдым деп айтсам болады ғой. Шықтық, ойнадық, зал күтті. Бірақ әзіл өткен жоқ, иә? Әзіл өтті. Өтті. Екі команда сол ойынның спасатели болды дейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Екі команда жардық, бірақ енді біз Назымдардан таза материалға ұтылып қалдық қой, таза материалға. Назымдар, короче, хаба материал. Бізде автор бар ғой. Автор бар, кәдімгі бұрыннан 12 жылдық тәжірибемен, мен 2 жылдық тәжірибемнің бір сөзбен айтқанда текетіресі болды. Мені бір сөзбен айтқанда 5-0 қайтадан ұтып жіберді ғой, короче. Бұл жерде бір нәрсе айтып кетейін. Біздің редакторлар бар, Ернар мен Амерлан деген ағаларымыз бар. Тура осыны көріп отырсаңыздар, әділет сіздерден де мықты редактор сияқты отыр ғой, кәдімгі. Ойбай. Насу Зайсаннан шығады. Мен реклама оқимын. Мен сол жалпы. Одан кейін бізде үшінші ойын болды. Үшінші ойында уже бізде толқы жоқ. Бірақ очкомыз бар екі ойындан. Біз оны 5-0 ұтсақ та
біз финалға шығу шансымыз 0. Бірақ мен ол ойындарда уже бірінші ойында Ернар аға антифаворит деген 5-ші жатақханадан команда шығарған Маусымашарға. И Маусымашарда олар жыртып салды. Өтіп редакторлар жұмыстан да өтіп залды қопарып тастады ғой орысша деп айтқанда. Одан кейін антифаворит жыл бойы фронт жаңағындай фаворит болып келді финалға дейін. И екінші ойыннан бастап мен сценарий жаза бастадым. Екінші ойын өткеннен кейін сөзі слабый бола бастады. Бекер жазып қой деп. Мен жаза бастадым. Енді Ернар ағаның ол жерде бір сөзбен айтқанда несі көп үлесі, өйткені сол кісі құраған. Иә, сол кісі құраған, стиль қалыптастырған. Уже мен былайша айтқанда кішкене дайын асқа тыққасы, маған жазу оңай, кімнің қандай екенін білем, қалай ойнатылатынын білем. Уже үшінші ойынға Бабанка түсетін бізде тишка болды да. Сонымен антифаворитке жазып, үшінші жекпе-жекте мен бар күшімді антифаворитке салдым да, антифаворит өзінің қарсыластарын 5-0 ұту үшін. И мен короче слабый болдым. Еще біздің балалардың бәрі сынып қалып, финалға шықпаймыз ғой, болды деді да, короче. Жеңілері құм болды ма? Иә. Енді Назым сен жеңімпаз атанғанда қандай реакцияда болдың? Жалпы екінші маусымда бір жеңімпаз боламын деп қатыстың ба, әлде бір негізі бізге тым сезілген жоқ шынымен. Реально сезілген жоқ. Біз чемпионбыз, даже біз командамен отырып тойлаған да жоқпыз. Жылап жіберсей. Джонни кетті қызына деп. Алдық, кеттік, болды, сондай болды. Негізі біз командамен Маусымашар 1-8 ойындар бүкілінде былай рейтинг бойынша санаған кезде ең последний тұратын команда болдық. Сосын автор болды да, содан кейін барып бізде уже барлығы өте бастады. Автор кеңесін ғана. Менің осындай жетістікке жетуіме автор себепкерді ойлап тұрсың ғой сен сондай. Негізі айтып жатыр ғой жаңа. Автор деп негізі біздің лигада автормен жұмыс жасайтын командалар аз. Өздері құрастыра ма сонда? Иә. Бізде еңбек қой, біздің Аманжол лигасының көбісі еңбек, плагиаторлау деген ол өте жарайды, әзіл ғой. Ютубты ашу керек, ол үшін Өзбек лигасын көресің, болмаса орыс лигасын көресің. Я негізі мен естіп қалғам, жайдарманда Амирлан ағайма біреу әзіл-қазылық еткенде Маусымашардан ұрладыңдар деп айтқан болатын. 1-4 кезеңде қателеспесем бір командаларға. Енді Бекзат сіз ше, жалпы екінші маусым сіз үшін қалай өтті? Екінші маусым өте нашар өтті. Тура әділет айтқанда, әділет екеуміз бір командада болдық. 5-0, потолок 4-1 ұтылдық қой. Бірақ очкомыз болды ғой, біздің ең соңында отырдық. Сосын кейін не болды? Сол ұтылып қалдық. Тым жоқ, бітті, тым жоқ. Енді Назым сен үшін қуанышты жағдай, мына үшеу үшін. Мына үшеу деп. Димаш бізде тапер, главный тапер. Тапер дейді ғой. Тапер дейді ғой негізі. Тапердің орны қатты білінеді. Тапер жарты команда, негізі тапер жарты команда. Команданы тапит ететін тапер дейді ғой, короче. Мысалы, звук кеш қосылса да әзілдің өтімі нашар болады. Звукқа байланысты. Бұл ойынның звугын бақылап отырады да, и мысалы бізге тапер болады. Мысалы, GNB-ға кейде тапер болады. Енді жалпы осы бір жайдарман арасында бір қызық оқиғалар болды ма? Мысалы бір мына жерде мынау былай болу керек еді деп бір барлық өзгеріп кеткен кездер, иә? Қызықты оқиғалар болды ма? Иә. Ол өте айтыңыздар. әр ойында болады ғой. Мен шыны керек енді жаңа тәкаппарлық деп жатыр ғой. Отып қоямын деп андай сондайға салып кететін кездеріміз болады ғой енді. Материалдық жағдайынан Назымдарды отып қоямыз деп Суғақтан шығып? Зайсаннан шығып. Назымдарды отып қоямыз деп ойлап шыққанбыз сахнаға. Оказывается, сол Назымдар енді бомба болып келген екен ғой. Сондай бізді аяқ астынан жоқ жерден фронтиктер шығып сондай тапап кетті да біз. Сондай Таптап қалды. Әсем болсам, бәсем бол деп бекер айтпаған ғой негізінде. Ой, ондай сөз бар ма бізде? Енді редактураға келейікші. Редактура алқасында жалпы кімдер отыр бізде? Бізде негізі 4 адам отырады. Кімдер отыр? Ернар ағамыз отырады. Мамырбеков Ернар. 47-ші мектепте мұғалім. 48-ші мектепте мұғалім. Амирлан Асқар. Амирлан ағамыз. Екі кісінің де 10
кемі 10-12 жылдық тәжірибелері бар. Одан эфир кейін көрген кісілер Жоғары лигада кісілер, жоғары лигада ойнаған. жоғары лигада ойнаған. Одан кейін бізде Құлбек Бағдатқали, осы лиганың почти ұйымдастырушысы, директоры, сондай Жайдарманда мысалы командалардың несіне қарайды ғой. Үстінен қарап отырады. Иә, үстінен кімнің тәртіп жағынан солай, мысалы екінші біз келмей тұрып ол кісі осындай өзі орта қалыптастырғанда өзі тек жігіттерден ғана осындай орта қалыптастырып осы Шығыс Қазақстан бойынша ол чемпион болған өз командасымен. Одан кейін осы лиганы ашқан бізге. Көңілі жігіттер деген командасы болған. Шығыс лигасының премьеркасын жеңген. Иә, олар тек қана Жайдарман емес, барлық жағынан болған да. Мысалы, концерт болсын. 2018-де өтім, қателеспесем. Или 2017-де. Сол. 2 жылдың біреуінде Өскемен қаласының премьер лигасын жеңген. Чемпион болған. Қасымбек Дінмұхаммед тоже бізде Дима ағай 4-ші. Ол тоже ойын жүргізеді, Әділқазы алқасында отырады. Директор ғой, Директор ғой. Төрағасы деп алынды. Төрағасы. Жайдарман. Ол кісі тоже Бағдатқали ағалармен бірге чемпион болған. Бір командада болған. Ал Амирлан ағамыз ең бір жоғары лигада ойнаған. Иә, былтырғы Семей лигасының чемпионы болған. Былтырғы Семей лигасының чемпиондары. Ол кісі ойнаған лигалар көп, иә негізі? Ол кісі Алматы лигасында да ойнаған, премьер лигада да ойнаған, супер лигада ойнаған, барлық лигада ойнаған. Былтыр біздің лигада да ойнаған. Көркеммен вице-чемпион болды. Көркемді табыс еткен болған. Мықты авторы болған. Биыл екі редакторда Ернар ағамыз да, Амирлан ағамыз да бізде осы Өскемен лигасында ойнайды. Вичи Махаббат. Екеуі бір команда. Металлургтар сарайындағы өткізіліп жатқан. Иә. Түркия. Енді бұл жалпы сіздер мысалы әзілді жазасыздар, авторлар қарайды, одан кейін қаншалықты тексеріледі? Жоқ, авторлар жазады. Авторлар жазады. Редакторлар қарайды. Қаншалықты тексеріледі жалпы жоғары деңгейде? 100%. Кез келген ойында 100%-тық не тексеріледі? Мысалы біз редактураға барамыз, сосын командамен жаңағы материалды полный ойнап береміз. Олар барлығын блокноттарына жазып алып отырып, анау әзіл қате, мынау әзілді қалай деген сияқты өздерінің өзгертулерін енгізіп, алып тастайтын сызып істеп береді. Енді мен өзім 1-4 кезеңде және жартылай финалда болдым. Сол кезде кейбір командалардың әзіліне қарап күліп отырсам, кейбір әзілдерде күлуге тұрмайтын да әзілдер болды. Ішінде ана тақырыптар кетіп қалған, мүлдем жаңағы айтуға келмейтін әзілдер кетіп қалған, күле алмайтын әзілдер болды. Демек, бұл жерде тексеріледі дегенде 100% тексеріле ме, әлде тағы бір өздері кіргізіп жібере ме әзілдерді? Бізде командалар кейде қателік жасайды, жас командалар дейді ғой. Тағы басталды. Иә, мысалы командалар қызуқандылықпен қосып жібереді. Ана залда овация болады ғой. Зал ешкім өз-өзін ұстай алмай қалады ғой. Қосып жібереді да өздері. Айтпа деген нәрсені редактурада айтпа деген нәрсені олар қосып жібереді. Иә. Бізде редактура былай болады. Мысалға бір апта, 2 апта бұрын басталады. Мысалға бірінші аптада өткен әзілдер екінші аптада өтпей қалуы мүмкін. Немесе ол өтіп жыртып келіп жатқан әзілдер тура ойынға 1 сағат қалған кезде тағы бір редактура болады. Сол кезде өтпей қалуы мүмкін да. Ал сол кезде сызылып қалған әзілдерді көбісі овацияға беріліп, короче, айтып қояды ғой сахнада. Эмоцияға беріліп қояды. Эмоция беріліп. Енді жақсы түсіндірдің ба? Су Зайсаннан шығады. Подкаст шығаққанша? Қытайдан да. Енді бағанадан бері айтып жатырмыз ғой. Көрермен сұраға дейінші. Студенттер беретін 300 теңге қайда кетеді? Ойынның финалында болады. Мен осыны айтайын. Мен осы жақта жақсы жүремін да, мен осы ұйымдастыру жағында. Бұл көбісінің сұрағы қайда кетеді деген сияқты, тегін зал деген сияқты. Ол кезде мысалы ең бірінші финалда әр командаға мысалы ректордан бөлекті мысалы үздік ойыншыға ақша береді. Мысалы 150 мың, 100 мың, 70 мың, 20 мың ол оңай ақша емес әрине. Соның барлығы осы ақшалардан құралып, жаңағы Жайдарманның қоры бар деген сияқты. Командалар кейде жаңағы шет жаққа кейде шығатын болса, кейде сол қордан да алып беруі мүмкін. Сол 300 теңгелер жиналып сондай жерлерге кетеді ғой. Кейде ынталандыру сыйлықтары болады. Олар кейде болып тұрады. Кейде болып тұрады. Мысалы команда күлдіртіп, жақсы ойнап жатса, оларға кішкене ақша береді. Енді ынталандыру үшін ғана да, ол бұлай ақша ешқашан береді. Вот 300 теңге қайда кетеді деп сұрамаңдар енді мен енді.
300 теңгеге жылап отырсың десең Енді бір ойыннан мысалы 300 теңгеден жиналса, қанша адам келеді, қанша жиналады? Тоқтаңыз. Бұл уже жеке басқа қарай кетті. жеке бас Қайта салайық. Жақсы, Жақсы айта енді алмаймыз. сынға келейікші. Назым, сен өзің 1-4 кезеңде әлде біреулерді қатты сынағансың, май деп басталады. Сынды қалай қабылдайсыз, Әділет? енді ашуланған. енді басында редактурада көрген кезде мен өтініш жасағам, алып тастаңызшы деп. Сөйтті да сен просто эмоциямен айтып тұрсың, нормально шутка деп. Сосын енді жайдарман ғой, күлкі әзіл мекені жарайды дедім, өткізе салдым. Бірақ бұл жерде ең риза болғаным осы шуткеге Әділет өзінің тапқырлығымен, өзінің жайдарман екенін дәлелдеп, осы шуткеге қарсы өзі бір чос, өзі жауап берген бір чосымен, и сол әзілі осы өтіп кеткен болды, сол ойдағы ең мықты әзілдердің бірі болған. Назымның бір айтқан сөзі Әділетке ол өзіне мықты чос болып шықты әдемі. Ход. Енді Сол үшін Назымға рахмет айтшы. Назымға рахмет, осындай мені кемсітіп, Мазақтағаның үшін. өз ортамнан әзілдеп. Назым, өзің ризасың ба айтқаныңа? Сондай сөз айтып келіп Жоқ, негізі ол автор, негізі бұл сценарий ғой, жалпы ренжімейді деп ойлаймын әлі күнге дейін. Ренжімейді деп ойлайсың. шақ. Негізі өмірде доспыз ғой, ешқандай реніш жоқ деп. Өмірдегі өнердегі досым деп. Әрбай Әділет деп сап қойсын. Негізі бұл жерде Назым еш қатысы жоқ, бұл жерде авторлар жазып, ол кісілер ол стажы бар кісілер ғой, 12 жылдық деген сияқты. Ол кісілер біледі, қай жерде не айтып өре екенін, сондықтан Назымдар айтып бөліп береді. Былай кейін Назымдар әшейін сөз айтып тұрады ғой деген сияқты. Дайын текст айтып береді десеңші. Жоқ, ол да оңай емес негізі. Өте үлкен өнер жалпы. Артымды қалай жаптым көрдіңдер ма? Айттым да сразу жауап салды. Енді Досжан жазды ғой. Иә, Досжан аға. Досжан аға десе. Досжан аға. Досжан аға бізде келесі спикеріміз. Сондықтан осы сұрақ қайталанып келеді ол кісіге. Келесі сұрақ енді маусым ашар 2023 Астанада өтті. Үлкен аудитория алдында Әділет өнер көрсеттіңіздер, Димаш көрермен болдыңыздар. Бұл бірінші рет баруларыңыз емес, қателеспесем 2 жыл қатарынан бардыңыздар. Осы сапарда нені байқап, қандай әсермен оралдыңыздар? Біз Сценарий ойнаймыз. жоқ, сценарий жағында мен жоқ. Бізде кішкене звукпен, мысалы біз дұрыс емес музыкалар таңдаймыз, тапер, адвивка дейді ғой. Біз енді ойынға дайындаламыз, дайындық барысында ол музыкалар бізге ұнап тұрды, бірақ ол кішкене енді қателеу музыкалар екен да. Мысалы адвивканың чостың адвивкасын шуткаға қолдану деген сияқты кішкене. Сондайдан ғана кішкене қателік кетті деп ойлаймын өзім. Одан кейін бізді резко намат лигасына жіберді. Енді ол жерде бір барған кезде мысалы 300 команда бірден барады, өйткені бір аптаға созылатын ойын. Енді басында біз былтыр барғанда енді сәл-сәл түсінгенбіз енді, бастағы сол кез болды да біздің енді. Ал биыл барған кезде біз уже нормально түсініп қалдық, уже ол жерде движениені и барамыз. Ол жерде оңай емес негізі. Ана жерде редакторлар уже өздерің ойлаңдар, бір 5 күннің ішінде сен 300 команданы қабылдап үлгеруің керек. Мысалы 2-ақ кісіге ол оңай нәрсе емес. 2 кісі отырып, әрқайсысы мысалы жоғары лиганың редакторлары Рамазан Файлов, Елдар Жұмағалиев, олардың алдынан күніне 50-60 шақты команда өтеді, 6 минуттан. Соның енді пішқан кезде бас жағындағы енді 1 минутын өзіңе көңіл аудартсаң үлгересің, аудартпасаң үлгермейсің. Иә, қиын да ол жерде, ең ауыр асы. Бірақ енді мықты орта қалыптастыратын жер ол. Өйткені жан-жақтан келеді, сен танысасың, өйткені ол жерде де сен сияқты өте белсенді адамдар жүреді, мысалы жайдарманда бүйтіп сызылып жүрген ешкім жоқ қой. Сен олармен танысасың, олармен білсесің, орта қалыптастыруға өте жақсы жер. Барлық кеңес беремін. Сіз неге бармай қалдыңыз? Кім, мен ба? Бұл жерді қырып тастай салайық. Қайтып айтып отырмын, ақшам жетпей қалды деп. Кешірім өтінем енді. Бала қарау керек болды. Мен отбасым бар негізі. Әлде Назым жібермей қойды ма? Жоқ, біз ол кезде Назыммен сөйлеспейтін тұғымыз. Қазір сөйлеспейміз де.
жарайды. Осы сапардың жағымды және сіздер үшін жағымсыз тұстарын атап өтіңіздерші. Плюс и минусы. Жағымсыз тұсы дейтін. Жоқ. Жағымсыз тұсы менің ойымша сол Намат лигасына кетіп барамыз шығар. Қалғанның барлығы енді жайдарманшы болғаннан кейін кәдімгі ол жердің ортасы, атмосферасы айтып жеткізе алмайсың ғой. Кәдімгі 2 апталық тур болады, мысалы командалардың келуі, редакторлық жұмыстар, нон-стоп ойындары, чемпиондар лигасы. Мысалы 10 күннің ішінде 20 адай проект жасайды олар. Мысалы Қызық Таймс сияқты проекттілер, нон-стоп Муз Лайф дейді ма? Біз бірінші күн бара алмай қалдық. Біз командалардың келуінен бір күн кешігіп келдік. Олар командалар келген күні музыка, мысалы Ақтам өктем ақтайды. Қандай? Жұмбақ қыз деген өлең бар ғой. Иә, жұмбақ қыз деген сияқты. Сондай бұрынғы ана бейбіт қорғандарды шақырып кәдімгі 90-шы жылдардағыдай не берген атмосфера. В общем, ол жерде Қазақстанда кім бар? Барлығы жүреді ғой. Енді кім керек? Біреудің атын айтшы. Есенел екен десең. Ол Күнбарыстағы, Назар аудардағы жүреді. Барлығы бар. Барлығы. Ол былай ғой. Тек қана сондай концертке барғанда ғана қызық емес. Мысалға былтыр жаңа өскемен командасы былтыр құрылған болатын. Сол кезде ішінде осы жерде Әділет пен Димаш болды. Мен болған жоқпын ол кезде. И бұлар жайдарманға кеттік деп бұлар кетті. Мен одан кейін сессия тапсырып, мен арттарынан пойызбен шыққан болатынмын. Одан кейін бардық. Тек қана ол жақта концерт қызық емес. Сен мысалы бірге Альфредпен барасың, соның ішінде әңгімелер, неше түрлі әңгіме кетеді жолда ше. Самса жейсің, су ішесің, бір нәрсені бөліп ішкеннен кейін, оның барлығы қызық қой жолда ше. Тек қана концерт емес, барып қайтқанша күле бересің ғой тек қана. Сосын самса жеп жүрміз. Сосын самсаға кеңес береміз. Суды айтып қойыңыз. Барып келгенше күлесің, барып келгенсің. Сайсанның су. Барып келгенше күліп барып келесің, келгеннен кейін енді сабақ жағынан қиналып жала кетсің. Төңдіріп тастаған өткен күн дейсіз ғой. Сіздердің жоспарларыңызда келесі жылғы маусымашарға бару ойда бар ма? Әрине, біз маусымашар үшін дайындаламыз ғой. Бұйырса бізде Намат лигасына жіберіп, біз еріккеннен ол лигада ойнап жүрген жоқпыз. Намат лигасының чемпиондары жоғары лигаға іріктеу ойындарында ойнайды. Енді әр жылғы әр өңірдің Намат лигасы болады. Мысалы бізде Шығыс Ертіс Намат лигасы деп аталады. Қызылордада болатын оңтүстік Намат лигасы олар. Қызылорда, Түркістан, Шымкенттерде болады. Одан кейін Алматыда, Талдықорғанда, Есік қалаларында болады. Сол сияқты барлық өңірден жиналып чемпион болғандар әр Намат лигасына жоғары лига командаларына іріктеу ойындарында ойнайды. Ол іріктеу ойындарына біз баруымыз қажет, міндеттіміз. Енді 3-ші жыл ойнап жатқандықтан Екібастұздағы тәжірибеміз бар. Семей қаласында былтыр 1 жыл маусымда ойнадық. Біз за финал дейді ғой былайша айтқанда. 1-4 ойындарынан ұштық. Көркем финалға дейін бардық. Сол сияқты. Енді біз биыл сол Намат лигасын ұтып, қалайда жоғары лигаға іріктеуде ойнауымыз керек қой. Мен біраз айтып кетейінші. Примерно басталғанда қанша минут болды? Жарты сағат болды. Әлі көріп отыр ғой. Уақытың болса құртылатын. Жат. Енді Рудный құрамасы мен Алтын Сапа құрамасы ойын ойнаған кезде Еркебұлан Мырзахмет әзілдің арзандағанын айтқан болатын. Шынымен де әзіл арзандап кетті ме? Оны арзандатқан кім? Қоғам ба, әлде біз бе? Әділет жауап береді. Дина да өткенесі. Негізі әзіл арзандады деп жатыр ғой. Кейде ондай әзілдер өткізетін моменттер болады, өткізбейтін моменттер болады. Ол команданың стиліне байланысты. Мысалы, арзан әзілдер ойнайтын командаларды біз олар арзан әзіл ойнайды деп айта алмаймыз ғой. Олар мысалы Жуалы құрамасы өзінің әзілдерінің бір ойланбайтын әзілдер арқылы олар жоғары лигада жүрді. Олардың әзілдері, сендердің әзілдерің сапасыз деп ешкім сөге алмайды ғой. 4 секундтық әзілдер тек қана қысқа әзілдер дейді. Миға келмейтін әзілдер. Енді ол командаға байланысты. Мысалы өзіне сай емес әзілдер ойнайтын командалар ол әрине әзілдің сапасын түсіреді. Бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Нұрлан Сабуров, Еркебұлан Мырзахметов, Марат Туралғазин, Тұрсынбек Қабатов. Еркебұлан Мырзабек. Мырзабек. Мырзахметпен вообще басқа да.
кешірім өтінемін, қателесіп кеттім. Енді сол кісілер енді халықаралық деңгейге барып келді. Сіздердің ойларыңызда халықаралық деңгейге дейін шығу бар ма? Қандай мақсаттарыңыз бар жалпы алға қойған? Енді біз студенттік кезең ғой. Ең қызықты шағымыздың бірі. Соны біз босқа өткізбейік деп жайдарман ойнап жүр. Енді кез келген жайдарманшының арманы ғой, жоғары лигада ойнап чемпион болып. Енді біз мүмкін сол деңгейге дейін барамыз. Мүмкін да. Біз еще орыс лигасында ойнағанбыз былтыр. Ойбай. Орыс лигасында жарғанбыз. Жайдарман деген негізі адамды дамытатын жер ғой, мысалы. Ол жерде мысалы біздің ректорымыздың өзінің сұхбаты бар. Мен де студент кезде жайдарман командасында ойнағам деген. Сол сияқты мысалы жайдарманда ойнаған адамдар мысалы үлкен жерлерде жүр, мысалы қарапайым ешкім жоқ деген сияқты. Сол үшін жайдарманға кеңес беремін. Бар ғана қарапайым автор бар, ол десең. Иә, енді Назым, сенің ше қандай мақсатың бар енді осыдан кейін? Бұйыртса. Оқуын бітіріп алсам. Тұрмысқа шығамын. Бәрі бұйыртса, алға четкий пландар жоқ негізі. Қағазға жазып аласың пландар. Қандай армандар картасы болды. Қыркүйекте жаңа маусым болады ғой жайдарман? Иә, әрине. Бұйырса. Найзағай маквин бола ма? Иә. Жаңа фаворит бола ма? Фаворит командасы болады. Бізде фаворит, антифаворит. Бұйырса 3-ші маусымда мини фаворит шығады. Бұл жерде жатақханалық ойын ғой, мысалы. Бізде әділет ең бірінші фаворитті құрап шыққан адам, фавориттің өзіне шықты. Одан кейін өзінің інілерін осы биылға бірінші курстарды, яғни перваштарды алып келіп, антифаворит деп. Енді жылы келген перваштарды Алла қаласа осы 1 сентябрь деген перваштар бар, соны енді мини фаворит деп шығарамын деп отыр. Әбсерлерін көретін болды ғой. Біразға дейін шамалы. Енді Найзағай Маккуин командасын шаңында қалдырады деп ойлаймын. Сондай команда шықсын деп. Иә, енді бізде қазір бір қызықты бір нәрсе бар. Мына жерде менде адамдардың суреті бар. Командалардың суреті бар. Табуларыңыз керек. Тапқан жағдайда сол адамдар туралы пікірлеріңізді, ойларыңызды, алғашқы таныстықтарыңызды мақтайсыздар ма, даттайсыздар ма, жақтайсыздар ма, өздеріңіздің еркілеріңіз. Ал таппасаңыздар, осы адамдарға қоңырау шаласыздар. Өз-өздерін ұстауы, халықпен энергиясы өте жақсы, еркін қыздар. Мерси. Иә? Бірден тарамасын. Енді бұл команда туралы ойларыңыз қандай? Бұл жерде біз Бекетов Айдын деген жігіт ортасында бұл команданың авторы. Өзі анда жігіт бір ойында ойнайды, бір ойында ойнамайды. Биыл соңғы маусым өткен жыл финалда ойнап кетті. Вице-чемпион болды. Иә, вице-чемпион. Енді мықты команда, өйткені мен мойындайтын бір авторлардың бірі осы Бекетов Айдын деген жігіт. Байқоңырдың жігіт. О, Байқоңырға реклама кетті. Өйткені ол жігіттің ойлау қабілеті ерекше. Сондықтан да биыл енді соңғы 4-ші курс бітіріп кетіп жатыр. Енді Мерси командасы келесі жылы шығады деп айта алмаймын. Бірақ өте мықты команда. Мойындатқан. Былтыр биімен мойындатты. Биыл таза әзірге келді ғой. Неге келесі жылы ойнамайды? Уже бұлардың авторлары Айдын деген жігіт, Айдын кетті уже. Оқу бітті ғой, диплом алды. Енді автор ауыстыратын шығар? Может, автор ауыстырады енді. Мен ойымша естуімше енді білмеймін. Естуімше. Нақты білмейміз. Енді келесі адам бұл бізде қызыл галстук. Бесеңе. Ол әрине мен. Джон. Жарайды. Сен ау деймін, фаворит, по-моему. Қалай ойлайсыздар? Мен Әділет. Бәсе фаворит. Өз суретіңізді өзіңіз деп. Мен үнемі қызыл галстук тағып жүремін. Андай көп галстуктарым бар. Көрсеткім келмейді. Просто тұрмайды да андай. Көзім түсіне. Қызыл галстук, қыздың көзі қызылда дейді ғой. Қызым көріп қоймасын. Қызы бар адам ұстап отқан. Негізі әділет. Әділет жайлы ойынды айта кетейін. Әділет жақсы жігіт қой. Молодец. Қызы жоқ. Ешче қыздар жазамыз. Қызы бар. Өтірік айтады, сөйлесіп жүрген. Біз қалаулы емес, біз жауапкершілік орталығында емеспіз негізі деп. Мына команданы білесіздер, сөз еттік жалпы. Қалай таныстырсам екен? Бесеу. Бесеу антифаворит. Бесеу. Көркем. Жаңа өскені. Бес. Демал. Десеңе? Ендеше қазір қоңырау шаласыздар. Вичи махаббат. Опа. Кімге қоңырау шаласыздар? Амирлан ағай, Ернар ағай, Досжан ағай. Ернар ағай.
жоқ не дейміз тоқта соғыз не іздейміз не дейміз көңіл күйін сұраңыздар. Сіздер әзілкеш емессіздер ме? Табыңыздар импровизация. давай звондайсызшы бір мәлісі бір мәнісі бар. бір мәлісі ернаға боқтамайды ше негізі сосын қатты звондаватыр қандай Амирлан аға звоны опасный мен құтылып кеттім мен звондадым ернаға сіз бұл эфирге кірмей қалдыңыз ем болды. Қабат деген айдырды. Ендеше басқа біреуіне хабарласыңыздар. Амирлан ағай, Досжан ағай. Досжанға звонда. Досжан аға жұмысқа шығар. Досжан аға Жоқ, сол. Соған звондаңдар. Амирлан ағаға хабарласып жатырмын. Алло? Алло, да. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалыңыз қалай Амирлан аға? Жақсы көрсең ғой. Күшті, не істеп жатырсыз? Экзаменге дайындалып жүрсің сен ше. Мен тоже. Е университет тұр ма? Ау? Е университет тұр ма? Портал істеп тұр ма? Портал. Қайда портал? Оқытайды. қандай өмірге Амирлан ағай, сіз дәл қазір бізде бағдарламада отырсыз, ау подкаст айта берсінде. Қандай бағдарлама? қызықтыраймыз Бізде ау подкаст деген подкаст шықты. Соның сіз прямой несінде отырсыз. бірінші шығарылым Үшінші шығарылымы. ой үшіншісі келіп қалған ба біз кейін келіппіз ғой қайтадан Сәлем айтыңыз, командалар бізде жайдарман жайлы болып жатыр. аманжол лигасы жайында Барлықтарына сәлем. Өте үлкен сәлем болды. Жарайды, келесі адамға Рахмет, аға, тоқталайық. көп. Келесі. Мұрат демеш қой. Келесі адамға тоқталайық. Бұл адам менің ВКУ-да көрген үшінші активистім. ой біз сенің активист Командада ойнай ма? Командада ойнамайды. Димаш Серікбай. Қасымбек Дінмұхамед. активист емес Болған? бұл биыл келді Кішкене. Бақдәулет. Қыз ба ол ма? Ол. Жайдарман қатысы бар ма? Бар, қатысы бар. Димаш па? Мен ойыма Димаш қана келіп тұр. Иә. мен де ойым өзім ана Димаш қой онда. Жақсы, менен Димаш. Өз суретіңізді өзіңіз алыңыз. тоқташы үшінші активист мен болсам бірінші активист кім әділет екінші активист кім Жоқ, кімді көрдіңіздер бірінші активист Мені көрдің ғой? Ербол ағай деп отырмын. ербол бар ма Қырықтсыз. екінші активист кім Жоқ, бірінші мен Ербол ағайды көрдім. Екінші активист кім? Одан кейін мен тарихта тұрғанда деканатқа Бекзат ағай звондады. Сосын сізді көрдім. Бұл Димаш деген жігіт. мен Көріп отсам хабарласты. Жауап қалды. Кеше шығып кеткен. мінезі икстер негізі деп ше Бұның да қызы жоқ. Енді давай. инстаграмда айтып кетейік та Димаш. иә біздің Бекзат рекламаға жақсы негізі Реклама болып кетті ғой. Келесі бізде тағы да команда. Бұл командадағы әзілкешті Димаш өте жақсы білесіз. Бекзат дейсіз Назым да біліп қою керек. Джонни. Джонни? Димаш қатты біледі. ойбай мен қызым басқа жоқ еді қандай жағдай Назым біледі қатты. Джонни? Николока. 5 адам мына жерде. көркем Көркем? Айсана. айсана Көркем? көркем ол бәсе Білдік қой. қатты біледі айсананы ғана білемін өзім Бәрін жейді. өйткені бұл айсана жаман жері қан ішіп Айсаналар, Айсананың да тоже несі көп. Bir сөзбен айтқанда. Әзілі? Жоқ, емес, әзілдері көп. стажы көп. мықты жайдарман Семей лигасының вице-чемпионы, жоқ, Өскемен қаласының вице-чемпионы, Семей қаласының финалисті, Аманжол лигасының маусымашары осы биыл. мақтай беру қарапайым осы баласы мәшін Ректор кубогының иегерлері. Бұның да жігіті жоқ. қой ертең жолат Қалаулым болып кетті, кешіріңіздер деп. күшті қыз бұл ойнап айтты мәшін жақсы қыз Иә, келесі адам бұл бізде қыз. Назым Сразу ма? Біліп отырмын. Мүмкін Назым емес шығар. өмірде өзі екі жыныс бар ұл қыз деген Назымның қалпақпен түскен фотосы. Мүмкін бұл Назым емес шығар. Мүмкін бұл ректор болуы мүмкін. қыз деп ректор болу керек қалай ол Проректор болуы мүмкін. Қайдан білесіздер? Жарайды, онда Назым.
Назым болса Назым. Назым болса Назым. Назымның шапкамен түскен фотосы. Шапка. Бұл өте жақсы. Тымақ. Жарайды. Келесі. Тоқталмаймыз деп па. Осы кезде мынау Қазақстанда ғой, Назымдар осы кезде ең қиналып шыққан Қазақстанда ғой. Аяғында жүннаскиі бар ғой. Ертең әкеп көрсетеді ендігі эфирде жүннаскиі. Шақырмайды енді ол. Не, Шақырады. Ойбай, оны кім шығарған суретті? Жаман суретші. Мә алшыды. Бекзат. Бүт жаман нәрсе бәрінен ба не? Бұл суреттегі адамды төртеулеріңізді білесіздер, негізі қалай сипаттасам екен? Димаш аға. жоқ. Жайдарманға мынандай қатысы бар. Бұл Амина, сен қателеспесең. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қыз ба ол ма? Қыз. Қателессем сен. Айсана. Жоқ, Айсана Аминаның шығып өзі, мен ойымша. Айсана. Өзің. Өзің ба? Әрине. Өзің. Негізі насырет мен шығарған жоқпын, но мен. Танысыңыздар. Мен, Аминка Бақытбекова, тіркелмегендер тіркеліңдер депті. Так. Бекзат айтыңыз атына. қандай? Аминка Бақытбекова деп. Аминка Бақытбековна? Бақытбекова деп тұр. Амина Бақытбекова. Аминка Бақытбекова. Аминка, витаминка ғой, короче. Тіркелейік. Суға жарнама кетсін. Иә, осы жерде Зайсанның суынан алып отырайық. Ішінде ше, мен ғана ше берем ба? Тауыс қоятын болмыз. Келесі адам, оны барлықтар білестіріп, қалай сипаттасам екен? Тоқып. Ректор. Краш па? Ректор. Қайдам күнге кіріш болады десең. Димаш аға сияқты. Мен ағам не? Амор тоғым Жоқ, Аманжол филиалының директоры Қасымбек Дінмұхаммед. Сол кісі. Ағайын өзіміз. Мен өзім білетін 8 қыздың арманы дәл қазір уақыт. 8 қыздың атын атап жіберсеңші. Қасымбек Дінмұхаммед. Жансая, Гүлден, анау, Амина. Гүлден айырады. Жоқ, Гүлден деген менің ауылдасым бар. Сол. Кеттік. Келесі соңғы сурет кім деп ойлайсыздар? Ректор. Олбек Бағдатқали. Бағдатқали сияқты. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы. Олбек Бағдатқали или Төлеген Мұхтар Әділбекұлы. Сіздер? Төлеген Мұхтар Әділбекұлы. Джони. Қазір звондап қалмаңыздар. Жоқ, сен не бермейсің ба? Мынау былай деп біз палаша бермейміз. Оның мысалға шашы бар. Жоқ, оның көк галстугы бар. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы. Есен Елеукен. Есен Елеукен. Есен Елеукен шығар. Көк галстугы бар. Өзі көк галстугы екісі бар. Біреу Есен Елеукен, біреуі Әділетте. жоқ, Төлеген Мұхтар Әділбекұлы. Үшінші Әділетте, бірақ Әділет тақпайды. Тек әділет қызыл тақады. Есен Елеукен көк галстугы бар, түскен сурет бар көк Жоқ, галстугы. таппай, типа, звондайық онда. Давай. Мына жерде суреттердің біреуінен адам таңдаңыздар да, міне арасынан біреуге хабарласыңыздар. Димаш аға. Димаш Мен аға. нан таңдаймын. Кімде? Алло. Иә, бұл Димаш кім? ағаны. Димаш аға сияқты. Звонса. Ой, әкпінді қарайық. Таңызда. Қасымбек. Досжан ағаға звондайық, қызық болсын. Жоқ, Мұхаммедке звондайық. Димаш аға звондайықшы. Как раз далада жүреді. Қазір қызық әңгіме айтады ол. Қызбен жүрген жерін звондап қалды. Деп ойнап айтамын. Хабарласып көрейік. Звонышы. Досжан ағаға звондап отырмын. Назым командасының авторы. Димаш аға не болды сонда? Сол. Қазір мен звондаймыз. Уайымдама алады. Досжан аға енді көріп Звондағысы келді ғой деймін. ренжімеңіз. Жұмыс бітіп қойған, алмайды, значит қызымен жүр. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, бұрылсын. Ханем, датым бар. Айта қой. Қалыңыз қалай? Жақсы ақырын ақырын. Ханем, жоңғарлардан жау шапты. Неге? Не болып қалды? Сценарийлер жоқ екен. Зайсанский су деген білесіз ба, Досжан аға? Зайсанский су? Иә. Білмейді екен. Қандай? Миллиор. Ой. Миллиор деген. Миллиор ма? Миллиор. Бәріміз оқиямыз. Өзім жетпей тұр. Жоқ, миллиор. Соның рекламасын жасап жүріп, біз каждый адамға звондап, если что, шөлдесеңіз шөліңізді басатын, дәмі бал шәрбаттай сусын. Давай. Қайда жатырсың? Кез келген дүкенге доставка бар.
жарайды. Әзіл ғой Досжан аға, біз сіз ана Аю подкаст деген Ау подкаст деген Жолбарыс подкаст. Ау подкасттағы Досжан аға, сәлеметсіз бе? Сіз дәл қазір Ау подкасттасыз. Мен Аминамын ғой, журналистикадағы. Олжан бар. Сізді Найзағай Маккуин командасының авторы ретінде бізге қоңырау шалдыруға мәжбүрлеп отыр. Мәжбүрлеп? Ешкім мәжбүрлеген жоқ па пайыз. Мәжбүрленді. Жақсы, Досжан аға, сәлемет. Иә, Димаш аға хабарласасыздар ма? Хабарласамын. Сен хабарласың ғой, маған қазір артық әңгімелер айтып қойма. Жоқ, мен де хабарласамын ғой. Едінсе жоқ қой. Жарайды, өзім хабарласам. Дәл қазір тасылып қалды. Бір нәрсе деп айтайық та. Әйеліңіз қол тоқты бітіреді. Сөйтіп айтайық. Вроде боқтамау керек. Ол жерін кесіп тастаймыз ғой. Боқтамайды ма? Ассалаумағалейкум, қайсың әке? Жақсы, қайдасың? Не істеп жатсың? Ойбай, маған не үшін? Болды, реніш киім-асамыз. Дәке бір реклама шығып тұр ғой? Бір реклама шығып тұр ғой, 100 мың теңге береді. Суға. Ошым, Зайсанның суына. Зайсан ше, Зайсан, не отыр жағында? Ошым, Зайсаннан бір су шыға дегенде, сушы. Миллер. Соны, қалай, мигілер ма, соны реклама ашса керек қой. Соны қалай не істейміз деп, ұйымдастырып жібересің ба деп, бәкеңе звондап па. В общем, сіз шортимен тұрасыз, короче, примерно, да, жаңа айтуы бойынша ше. Я, короче, үстіңізден осы сулар 5 литрлік, короче, душқа түскен сияқты ғой, типа. Жан, натуре. Соны қалай аламыз? Болды, кешке Зайсанның суын түсіреміз. Дәге, в общем, мына жерде Ау подкаст деген түсіріп жатқанбыз ғой. Сол жерге саған звондау керек болды да. Қазір барып реклама кән деп жүрме деп жатқаным ғой. 100 мың теңге. Ма бересі жақта? Әңгіме айтып кеттің. Жарайды, кейін хабарласам. Бәрі түсіріп алдым. Давай. Асықпай әңгіме айтып баратын. Енді жайдарма дегенде баршамыздың ойымызға кім келеді жалпы? Димаш аға. Маған өте Димаш аға. Мен бірінші бізді айқайлап жүріп түсіргенбіз. Бағатқали Құлбек қой негізі. Сонымен жар Димаш аға екеуі келеді. Мұхаммед Қасымбек пен Құлбек Бағатқали. Кім ұрысты? Димаш аға. Неге ұрысасыз? Сценарий жазамайсыңдар. Сол кісілер бізді айқайлап, ұрып әйтеуір алып келген осы деген. Содан кейін осындай болды. Енді ол университеттегі жайдарман ғой, ал енді республика бойынша жайдарма дегенде кім естіре Шешілді. Ендеше қазір біз Фурқат Құрбан. ендеше жайдарманды 3 сөзбен сипаттаңыздаршы бір-бірден. Көңілді тапқырлар алаңы десе. Жайдарлы жастар ойыны. Күшті орта. Қолы бар ғой мен. Күшті орта үшеуі. Жайдарман. Жаңа өмірде. Ой, бәрісін жайдарман ойнайық. Екі-ақ сөзбен қалып кете берді кезін. Қатия қолын қосып. Назының саусақ қисық екен. Жайдарман жалынды. Өлең құрап атқан. Жайдарман жалынды жастар мекені. Көп сөз Или асық көрден, или кем қылады екенсің. Жарынды жастар мекені. Жағымды жастар мекені, иә? Жалынды. Жалынды жастар Жаңа мекені. мен айтып. Көңілді тапқырлар алаңы. Ой, абжаға жалынды жастар деп мен айтып қойдым. Жалынды жастар. Сендер естіп алып бардың. Прямо айтып. Хотя мен кетіп қалайын. Жайдарман достық мекені. Өте күшті. Бәрекелді. Енді жайдарман біреу үшін достық мекені, ал енді біреуге көңілді тапқырлар алқасы. Я жайдарманшылармен бүгінгі болған шығарылым
сіздердің назарларыңызда. Димаш, Әділет, Назым, Бекзат бүгінгі шығарылымға келгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, әзілдеріңіз таусылмасын. Аумин. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған мен Амина Бақытбекқызы, эфирде Ауыл подкаст айта берсін.